Каллиграфияға қандай құралдар қажет? Ең бірінші құрал бұл держательдер. Держательдің екі түрі болады. Бұл прямой держатель және косой держатель. Косой держательдің шетінде осындай сары фланец деп аталатын заты бар. Негізі жазуға осы косой держательдер ыңғайлы. Егер де таппасаңыздар, осындай прямой держательмен де жазуға болады. Бұлар өздерінің материалдары мен айырмашылықтары бар. Мысалы, пластиктан жасалған, мынаусы ағаштан, яғни қолдан жасалған. Және бұл акрилді смоладан жасалған. Сіздерге қай түрі ұнаса, соны алсаңыздар болады. Келесі маңызды инструменттердің бірі ол перо. Перо дегеніміз осындай. Көбісі ойлайды, держатель мен перо бірге сатылады деп. Бірақ олар бөлек-бөлек сатылады. Пероның да өте көп түрлері бар. Біз жазатын стильде үшкір перо қажет болады. Міне көрдіңіздер, ол басы үшкір келеді. Өйткені тағы да басқа пероның түрлері бар, которые төрт бұрышты плоское перо деп аталады. Олар басқа стильдерге арналған. Ал біздің стилімізге осындай үшкір держатель, үшкір перо қажет. Пероның да түрлері өте көп. Олар өздерінің қаттылығы және размері бойынша айырмашылықтары болады. Мысалы, қараңыздар, мыналардың размерлері кіші, бірақ бұлар өте жұмсақ жазылады. Ал новичоктарға, енді үйреніп жатқандарға керісінше қаттырақ перо қажет болады. Сонда біз линияларды контролировать ете алатын боламыз. Сондықтан да жаңадан үйреніп жатқандарға осы Нико G, Zebra, Tachikawa G деген пероларды кеңес беремін. Келесі практикаға арналған бұл ореховый чернила. Грецкий орех бар ғой, содан ұнтақталып жасалған. Практикаға өте ыңғайлы. Ореховый чернила жоқ, таппай жатсаңыздар, кез келген канцелярский дүкендерден осындай гамма брендінің тушын алсаңыздар болады. Именно туш деп жазылып тұрады, өйткені черниласы кішкене басқашалау келеді. Және де осы Vista Artistaның тушы да жақсы. Егер де осы жоқ болып жатса. Мен мысалы алғашында үйреніп жүрген кезде, ешқандай чернила, туш жоқ болған кезде осымен жазатын. Ал егер сіздерде мүлдем ешқандай инструмент жоқ, әлі инструмент қолыма алмадым десеңіздер, қарапайым карандашпен де жазсаңыздар болады. Карандашты қатты ұштамаймыз, кішкене ғана осылай болып тұрса, жазу ыңғайлы болады. Келесі видеоларда карандашпен қалай жазу керектігін көрсететін боламын. Қазір сіздерге пероны держательге қалай салу керектігін көрсетемін. Сіздер бірден осылайынан держательға салсаңыздар болады. Мына жақта қолдарыңызда байлаңыздар, өйткені кішкене қаттылау болады. Бұлай кіргіземіз. Шамамен G деген әріп бар ғой, соған дейін жеткіземіз. Мына жағынан да кішкене шығып тұрады. Осылайынан дұрыс. Мысалы, бұлай тұрса, ол дұрыс емес. Өйткені фланец пероның корпусын толықтай ұстап тұрған жоқ. Және де қатты кіргіз жүрсек те олай дұрыс емес. Мысалы, бұлай да дұрыс емес. Егер де сіздердің фланецтеріңіз шешілетін болса, бұлай шешіп, пероны салып алсақ та болады. Мысалы, мұны бұлай тұр, қысқа жағына саламыз. Бұлайнан кіргізіп аламыз. Мен G-ға дейін жетті. Содан кейін мына жерін қысып тұрып, держательге саламыз. Мына жерде өзінің орны бар. Болды, енді жаза беруге болады. Ал егер сізде прямой держатель болса, мынау бұлайнан төмен кетеді ғой, сол жаққа қарай кіргіземіз. Тұш қолдарыңызда байланыстар. Мінекей, бұлай жаза берсе болады. Косой держательмен жазған кезде, мына жақта наклонный линиялардың бойымен осылай ұстап жазамыз. Егер прямой держатель болатын болса, біз қолымызды кішкене бұрамыз да, пероның бағыты наклонный линиялардың бағытымен бірдей болу қажет. Кішкене қолымызды бұрып жазуымыз керек болады.